Ахиретке деген иман жоқ болғаннан кейін, әй тартылдатып тұрып билейсің кеп. Не ұстап тұр сені? Не ұстап тұр? Осының бәрі әдемі көрсетілген. Әдемі. Атағал айтып отыр, адамзат алданып баратыр дейді. Әлгі ақыретке иман келтірмейтіндер, олардың амалдарын оларға әсемдеп қойдық дейді. Фахум яғмахун. Олар осы өздеріне әдемі көрсетілген дүниенің істерінде адасып жүр дейді. Қараңыздар. Сонда өмірді Алла Тағала адасу деген нәрседен ажыратпады. Адасып жүр дейді олар. Тентіреп жүр дейді бәрі. Енді осы ләззат қашан аяқталады? Улайика аллазина лахум суул азаб. Олардың ғұмырлары біткен күні, оларға ертең қатты азап болады дейді. Өлім сәтінде басталады бұл. Өлім сәті, өлім періштесі келген кезде, ойлаңыз, ол енді бағанағы айналасындағы адамдар сияқты сөйлемейді. Бұл өлім періштесі грамота беретін адам емес. Көрдіңіз ба? Бұл барып сені реклама қоятын адам емес. Ол медаль тағатын емес. Ол Алланікі. Ол Алладан келген хабарды сөйлейді. Ей жаман жан, ей жексұрын жан деген сөзбен аяқталады дейді. Жаман азап деген нәрсе сол. Сонда менің күллі өмірімдегі күлкім бәрі не болған сонда? Адасу. Адасу.